Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ветеринарияда алғашқы көмек көрсеткен кезде қолданылатын дәрілік заттар. Бүгінгі сабақта дәрі және у туралы түсінік, дәрілік заттардың дайындау түрлерін дайындау жолдары және де дәрілік заттарды қолдану тәсілдерін қамтитын боламыз. Залалсыздандырғыш және паразиттерге қарсы қолданылатын дәрілік заттарға кальций хлорид, калий перманганаты, формалин, этакридин, пиоктанин, креолин, карбол қышқылы жатады. Сульфаниламид препараттарына стрептоцит, стрептоминифтазол, норсульфазол, сульфадимитоксин және де тағы да басқалары жатады. Антибиотиктер пенициллин, стрептомицин, биомицин. Тітіркендіргіш заттарға скипидар, аммиак, қызыл және де сары сынап жатады. Тұтқырлағыш және адсорбциялық заттарға танин, емен қабығы, ағаш көмірі және де тағы да басқалар жатады. Ас қорытуды жақсартатын заттарға ермен, түймадақ шөбі, тұз қышқылы жатады. Ішті жұмсартқыш заттарға натрий сульфаты мен магний сульфаты, пилокарпин жатады. Антигельминтиктерге пиперазин, фенотиазин, камала жатады. Дене қызуын төмендететін және де ревматизмге қарсы қолданылатын дәрілік заттарға амидоперин, феноцетин, ацетилсалицил қышқылы жатады. Ауырсынуды басатын дәрілік заттарға опий, новокаин, анальгин және де тағы да басқалар жатады. Наркотикалық және де ұйықтатқыш дәрілік заттарға хлоралгидрат, этанол жатады. Жүрекке арналған дәрілік заттарға ландыш, кофеин, камфора, горецвет жатады. Жалпы дәрілік заттардың түрлерін дайындау жолдары біріншіден ерітінділер түрінде болуы мүмкін. Эмульсия, микстура, тұнба, майлар, линемент, ұнтақтар, болюстер және де пилюльдер түрінде дәрілік заттар болуы мүмкін. Дәрі және де у туралы ұғым. Жануарларға қолданылатын дәрілік заттардың қолайлы формасын дәрі деп айтады. Аурудан сақтайтын, оны өзгертетін, оны асқындыратын немесе ауру процесін тоқтататын барлық заттар дәрі бола алады. Бұған өсімдіктерден, жануарлардан алынатын минерал және синтезбен шығарылатын химиялық заттар жатады. Белгілі жағдайларда және де организмнің белгілі қалпында оның қалыпты тіршілік әрекетін бұза алатын, яғни оны улай алатын немесе өлтіре алатын химиялық заттар у деп аталады. Дәрілік заттардың организмге тигізетін әсерін фармакология ғылымы зерттейтін болса, ал улардың тигізетін әсерін токсикология ғылымы зерттейді. Дәрілік заттарды қолдану тәсілдері. Дәрілерді ауыз арқылы беретін болсақ, оны перорально деп атайды. Ол көп тараған тәсілдердің бірі. Бірақ түрлерін кеңінен таңдап алуға мүмкіндік береді. Өйткені бұл жолмен еритін де, ерімейтін де дәрілерді енгізуге болады. Олар асқазанда тиісті өзгерістерге ұшырап, өздерінің әсер ететін күшін жояды, не болмаса уыттылық әсер етеді. Қан жүйесіне сіңіп, дәрі ең алдымен бауырға түседі. Бұнда дәрінің бір бөлігі немесе түгелінен залалсызданып, қор болып жиналады. Дәрінің асқазан каналынан бойға сіңу жылдамдығы екі жағдайда. Оның асқазан каналы шырындарында еру және де қарынның тоқтық дәрежесіне байланысты болып келеді. Демек, бұл тәсіл дәрілердің әсер ететін уақытын есепке алуды және де оларды лайықтап өлшеп беруді қиындатады. Дәрілік заттардың беру тәсілдеріне қарай дәрілер топтап және де жеке берілуі мүмкін. Топтап берілетін дәрілік заттарға осы азығына араластырып беру арқылы немесе суына араластырып беру арқылы топтап дәрілік затты енгізуімізге болады. Не болмаса, ингаляциялық тыныс жолдарына әсер ету арқылы дәрілік заттарды жіберуімізге болады. Тік ішек арқылы енгізгенде дәрілік заттар күштірек әсер етеді. Өйткені олар қанға сіңгеннен кейін бауырға бармайды. Бұл тәсілмен енгізілетін затқа ішек қарын ферменттерінің әсерлері тимейді, ол тік ішектен тезірек сіңеді. Көрсетілген әдіспен дәрілік заттарды сұйық клизма арқылы, не болмаса жұмсақ балауыз
свеча арқылы беруімізге болады. Тітіркендіретін препараттарға шырыш қосылады. Дәрі толығынан сіңу үшін тікшекті нәжістен тазартуымыз қажет. Клизма ретінде берілетін дәрілерді ірі малдарға эсмарх кружкасы арқылы, ал ұсақ малдарға резина баллоншалармен беріледі. Эсмарх кружкасының жиегін вазелинмен майлап, оны мүмкіндігінше тереңірек енгізіп, кружканы малдың белінен жоғарырақ көтереді. Клизма енгізілгеннен кейін кружканың ұшын шығарып, біраз уақыт анусты қолмен басып тұрады да, сөйтіп дәрінің кейін төгілуіне жол бермейді. Тігішекке енгізілетін сұйықтарды жылытып беру керек екендігін есте сақтауымыз қажет. Клизманың дәрілік, іш жүргізетін және де қоректік түрлері болады. Дәрілерді тері астына және де бұлшықет арасына енгізу әдістері мал дәрігерлік тәжірибеде көп тараған, өйткені бұлар қолайлы, оңай, әрі дәріні дәл мөлшерлеуге мүмкіндік береді және де тез әсер етеді. Тері астына тек тұнық сұйықтары формаларын ғана жібереді, ал бұлшықет астына бұдан басқа езінділерді де жіберуге болады. Тітіркендіретін және де жансыздандыратын заттарды осы әдістермен өте сирек және де ерекше мақсатты көздегенде ғана жіберуге болады. Малдың денесіне дәрі жіберетін жердің алдыменен жүнін қырып, терісін спиртпен немесе басқа дезинфекциялайтын затпен өңдеп аламыз. Одан кейін дәріні жібергеннен кейін екінші рет дезинфекциялаймыз. Дәрі көлемі белгілі шприцпен жіберіледі. Дәрі енгізілетін жерлер ірі малдар үшін әдетте мойынның бойы, жауырын, көкірек асты, ал ұсақ малдар үшін кеуденің бойы болып келеді. Дәрілік затты енгізудің келесі түрі ол венаға дәрі жіберу әдісі. Бұлшықет арасына жіберуден гөрі кең қолданылады. Дәрінің әсері тез көрінеді. Қан тамырының ішкі қабының сезгіш рецепторлары жоқ екенін ескере отырып, тітіркендіргіш қасиеті бар заттарды да осы жолмен енгізуге болады. Қанға ықпал тигізетін заттарды венаға енгізуге болмайды. Қан мен органдарға жағымсыз әсер ететін концентрация пайда болмау үшін дәрілік заттардың ерітіндісі венаға жайлап енгізіледі. Шошқа, ит, мысық, үй қояндарынан басқа ірі және де ұсақ жануарларға дәріні күре венасына, мысық пен итке сан венасына, шошқа мен үй қоянына құлақ венасына жіберу керек. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.